Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін ауызда еритін осындай керемет дәмламаның рецептімен бөлісетін боламын. Менің видеомды соңына дейін қарап, ұнаған болса, лайк, комментария білдіріп, қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Міне осылай видеодағыдай ингредиенттер қажет болады. Мен оларды тазалап алдым. Енді кастрөлімізге осындай майымызды құйып, кішкене көптеу етіп құясыздар. Оған қып-қызыл етіп етімізді салып қуырып алатын боламыз. Етті жақсылап қуырыңыздар, бұл өте маңызды. Және де оған тұз, бұрыш сеуіп, қақпағын жауып, кішкене қуырыңқыраймыз 1-5-10 минутқа. Осы жерде менің видеома түспей қалыпты. Мен арасында жаңағы еттен кейін пиязбен 1-2 дана помидорды жақсылап қуырып қызартып алдым. Және де еттің соғы шыққаннан кейін тұзында жақсылап сол кезде салып, дәмін біліп алдым. Сіздер де солай істеңіздер. Міне мен картошканы 2 бөлікке бөлдім бүтіннен. Одан кейін сәбіз ірі етіп, помидор, болгар бұрышы барлығын ірі етіп турап алдым да осылай үстінен қойдым. Бұларды қуыру қажет емес, бұларды дымдап пісіреміз. Одан соң чесногымызды да саламыз. Чеснокты да мен, байқасаңыздар, ірі еттім. Және де капустамызды осылай ірі етіп турап үстінен қойып шықтық. Үстіне осылай зірені себесіздер, зіре күшті хош иіспен дәм береді. Және де тұзымызды да кішкене салыңқыраймыз, себебі картошка, капусталарға дәм беру үшін. Міне лавровый листі де қойдым. Және кішкене ғана осындай су құясыздар да. Бірінші қатты отта жақсылап қайнағанша күтесіздер, одан кейін өте баяу отқа қойып, бұқтырып пісіріп аласыздар. Міне менің дәмламам дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте сочный, соғын қараңыздар, соғы қандай керемет, дәмі күшті болып шығады. Сіздерде осы рецепт ұнаған болса, маған лайк, комментария білдіріп қолдап кетіңіздер. Осы рецепт бойынша жасап үйлеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен болған Ақерке Қасым. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздер жасап көріңіздер, сіздерге де ас болсын.